Қайрат мырза, мінеки микрофон сізде. Төрге шығыңыз, әдемі әніңізді бізге арнаңыз. Әй, гүлге арнаңыз. Сіздер билемейсіздер ма? Біз билеуіңізге болады, біз билейміз де, жақсы ма? Біздің кішкентайларымыз сенің қасыңа барып билесе болады. Келдер, екеуі. Жүгіре қойыңдар, кәне, билеңдер ағаларыңмен бірге. Менімен бірге деген Қайрат Түнтековтың өзінің әні, қазір әйел бақытын осы әнмен тәмамдасақ. Кеттік. Қайшылысқан көлік, адасқан адам, толған қалада. Алыстағың келсе, барлық қайғыдан елікте маған, қаншама қайғы болса да көңіліңде. Бақыттың әнін мен сезініп бірге. Шуаққа толған, жайнаған, көрікті әлем. Жеңілме, сезімнен ешқашан жетесің бақытқа аңсаған. Айналан, шуаққа толған, жайнаған, көрікті әлем. Жеңілме, сезімнен ешқашан жетесің бақытқа аңсаған. Қайталанған әрбір үмітсіз күннен шаршаған кезде, қуанышсыз өткен өмірге күнде қайғыра берме. Қаншама қайғы болса да көңіліңде. Бақыттың әнін мен сезін бірге. Айналан, шуаққа толған, жайнаған, көрікті әлем. Жеңілме, сезімнен ешқашан жетесің бақытқа аңсаған. Айналан, шуаққа толған, жайнаған, көрікті әлем. Жеңілме, сезімнен ешқашан жетесің бақытқа аңсаған. Ой, бәрекелді. Дуға шапалақ кәнеке өтіңіздер. Құрметті көрме, бүгін Б тобындағы Словакия мен Англия құрамалары арасында футболдан 3-ші тур ойындар өтеді. Ойын сағат 00:50-де тікелей эфирде ұлттық арнадан көре аласыздар. Қайрат мырза, мыңда бір рахмет, әдемі ән болды. 17:30-да жаңалықтар. Қазір енді жүрегім сізге аманат телехикаясын тамашалайық. Рахмет сіздерге. Рахмет.